Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Қазір мен сіздерге Instagram сториске қалай окошко қою керек екенін көрсететін боламын. Міне қараңыздар. Сториске мысалға бір, например, штраф ойына немесе мынаны қояйық та. Міне мысалға қараңыздар, төбе жағында міне шығып кететін стрелка тұр. Одан кейін банағы ссылка қоятын, одан кейін бана жазатын, міне клавиатуралар А деп тұрған. Және мына түртпішті стикер. Осыны басасыз. Осы жерде көптеген дүниелерді тауға болады. Бұл жерде міне поиск бассаңыз, например, сторисіңізде, например, бір нәрсе жазғыңыз келеді. Сол кездерде квадрат деп жазыңыз, иә? Көптеген дүниелер бар. Бұның ішінде міне қараңыз, мен квадратта міне мысалға мына біреу дүниені алайын. Осыны алайын. Мына жерге қойып қойдым. Және де бұл жерде міне қараңыздар, мына жерде төбе жағында қызыл, жасыл, көк болып тұрған жерде цветін ауыстыруға болады. Міне қара қылдым. Иә, міне көрдіңіздер ме? Бұл дейтін еще мына жерде аны бассаңыздар, клавиатура өзгертуге болады. Міне бүйтіп түрлі қылып. Мен осы бір клавиатураны айтмаған. Және де осы аламда екі қолмен бүйтіп мынаны кішірейтем екі жағынан. Сосын мында салып қойдым. Көрдіңіздер ме? Және де тағы кішкене өзгеріс бана стикерге. Міне көрдіңіздер ме? Төбеде тұрған смайлик сияқты түртпішті квадрат деп жазайық. Квадрат деп жаздық. Және де мына жерде бүгін ерекше күн деп жаздық да. Мысалға міне мына біреуді алғым келіп тұр. Мысалы осыны бүйтіп жан-жағына әдемілеп қоюға болады. Немесе бұл жерден тағы да круг алсаңыздар болады. Круг. Міне қараңыздар. Міне көрдіңіздер ме? Осындай сияқты. Міне мысалға мына жерге қойып, например, міне А дегенді бастым. Өзімнің стикерларыма бардым. И осы жерден осыны алдым да. Міне мысалға қараңыздар. Осыны естіп ортасына қойып қойсаңыздар болады. Осылай да істеуге болады. Және де окошко қою. Міне қараңыздар. Бұл жер поисктан түрлі дүниені тапқыңыз келген дүниелердің барлығы болады. Тапсаңыздар болады. Және де мына жерде вопрос қойсаңыз, міне вопросы, местоположение, например, местоположение деген мен қай жерге жақынмын, соны қойсаңыздар. Именно осы жерде Атыраудың адамдары көре алады, например. Да, мысалға Қазақстан Атырау деп қойдым. Міне осы Атыраудағы адамдар көре алады. Мына жерде музыка, немесе мына стикерға мен музыка қоя аламын, например, міне. Өлең жүрді. Готово. Маған өлеңнің қажеті жоқ, сол себептен алып тастадым. Өлеңнің қажеті жоқ. Міне қараңыздар. Және де тест қойсаңыз болады. Тест дегеніміз мына жерде әртүрлі жауаптар қоясыз, дұрысын адамдар басып табатын болады. Немесе ұнады ма деген секілді. Міне. Және де окошко дегеніміз міне қараңыздар. Вопросы деп тұр ғой. Міне вопросы, соны басыңыз, міне окошко. Штраф деп жазыңыз. Штраф немесе ұнады ма, тағы бірдеңе, мысалы осыны бүйтіп кішірейтіп, мына жерге бүйтіп қойып қойсаңыз болады. Түрлі дүниелер бар енді стикердің ішінде. Мен основной осы окошко қоюды үйреткім келіп отты. Но сонда да барлығын көрсетіп кеттім сіздерге. Мына жерде, например, міне көрдіңіздер ма? Обратный отчеттың астында, обратный малый бизнес дегеннің үстіңгі жағында мына біреуде галереяңызға түсесіз. Сол галереяңызда түрлі фотоларды мысалға алып қоюыңызға болады мысалға. Міне мысалы мына фотоны алып қояйық бүйтіп, бұны кішірейтіп, мына шетіне де қойсаңыз болады. Короче айтқанда бұл жерде отмена жасап түрлі дүниелер бар. Міне селфи жасасаңыз болады, міне уақытты қойсаңыз болады. Қаншалықты градус болып тұрғанын барлығын сториске қоя аласыздар. Пайдаларыңызға жараса өте қуаныштымын.